Армысыздар көрермендер, бүгін тарихи күн. Елге танымал блогер Елдос Колобок өз инстаграм парақшасында жақында атана атанатындарын, яғни ұлды болатындарын жария етті. Ал қазақ елі барлығымызға құтты болсын. Елдос пен Таңшолпанды шын жүректен құттықтаймыз. Ең бірінші денеңді жамандаған күн қай кезде? Кетініш. Жоқ, болмаған. Ондай болмаған ба? Жоқ. Ең бірінші денеңді мақтаған күн? Всегда. А? Всегда. Ей, мынау очконы жаман жинайды ғой, ей! Енемен тұрған күшті ма, енесіз тұрған күшті ма? Екеуі де күшті. Қайсының проценті көп, енесіз или енемен? 50-50. 50-50? Енді неге күшті, неге күшті емес? О, қой, Желдос, айтпаймын ондай нәрсе. Кет. Ұйықтай бересің смело дейсің. Енемен тұрмағанның жақсы жағы ұйықтайсың. Енемен тұрғанның жақсы жағы? Ұрысқасақ сізді не істейді? Сізді, мені жақтайды. Сізді жамандайды. Жоңышқамның бір проблемасы шешілді. Міне, маған айтып отыр едік қой, кішкене естенетін еді соны. Боқтауды кім үйретті саған? Апа үйретті ма? Апа боқтауды үйретті ма? Апа? Апа саған не деп ұрсады сен жынданғанда? Бұл мен үйіне кетті. 3 жасар балаға бұл мен үйім кетме, өз үйіңе кет деген не әңгіме? Кім не бұл? Айтшы кім не? Сені? Мені үйім. Сен үйің қайда? Мен үйім алыста. Ол үйге кейін апаны кіргізесің ба? Жоқ. Апамен бірге тұрасың сояқта. Жоқ, балайым бар. Ене мен келіннің отношениясы күшті болу үшін не істеу керек? Не істеу керек? Не істеу керек? Білмеймін. Сіздің ойыңызша. Не істеу керек? Мама, мен ене емеспін ғой, білмеймін ғой. Ене мен келіннің отношениясы күшті болу үшін не істеу керек? Мен де сондаймын дейші. Иә, мен де сондаймын, білмеймін. Біз жөнді ямайсыңдар, осылай кеттік енді. Иә, мама қандай ене, біз сондай ене боламыз ғой, дальше бол. 15-20 жылдан кейін Танчо сіз сияқты темекі шегіп отырамыз онда? Екеуі тату болу үшін мынау мықты болу керек қой. Мынау мықты болу керек қой. Бір-бірінен ұспау керек. Ештеңе демеу керек. Бір-бірінің артынан ештеңе сөйлемеу керек. Сіздерге сөйлемейсіздер ма бір-бірлеріңізге? Бір-бірінің артынан жамандамау керек, Артынан дей ма? Ол сөйлейді ғой сіздің артыңыздан. Мынау мама, мынау мен, мынау Елдар, мынау Омар. Күшті? Күшті. Мама ешек па? Мама ешек емес. Дұрыс. Мен ешек құсап жүрем. Мынау Елдос, мынау Елдар, мынау Кукарику деп Омар тұр. Мен ешекке қарап тұрған жоқпын. Мен қатарынан тұрғанға айтқам ғой. Сіз үйтіп не істемеңіз, мені ұятқа қалдырмаңыз. Мынау мен болам, мақұл. Ол сен емессің. Енді мынау сіздің... Вообще сен вообще бұл жерде жоқсың даже. Не үшін? Бұл шошқан көп тұрған жоқсың. Апашым, туған күніңіз құтты болсын. Туған сіздің құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Мен сізді тыңдаймын де. Мен сізді тыңдамаймын. Мамочканың сумочкалары ішінде бір тиын жоқ қой ешқайсында. Салып кетті ішіне бейт. Мама, үйде сіз сияқты осындай сумочкасы көп бір келіншек тұрады менімен бірге. 10 күнде толтыру керек. Екін бірінші толтырсың, 10 күн толтырасың. Қарасың? Бастық қомаған білесіз ғой. Иә, сен қорқасың ғой? Иә. Қорқасың, иә. Иә, мен жаман қорқам қатыннан, мама. Қорқатын болғаннан кейін осы. Қорқатын болғаннан не? Сенге бермейсің бара. Мамамды күн сайын еркелетіп осылай ақша беріп тұратын бар. Күнде. Бүгінде мінекей. Мама. Не додар? Қайтын, әкелші мама. Қазір маған беретіндер. Мен алды. Қазір телефонды өшірерінген. Мама, ақша қайтын. Ойла, мама. Елдер натури сондай.
100 мың теңге деген мама мощный ақша ғой. Маған Танчоға миллион бергем, содан қалған. Вообще қуды уже. Ойбай. Базар жоқ. Сами. Спецназ. Ну да кішкентай бала ұқсап. Ой алла. Бәрі осымен жүреді. Қазір бір залды жинайтын кезде. Кухняда таксовать жүресің осымен.